Алып тығынымық, шының базыл бен бүткін чаячезінің ең пөзік шейде болшы. Ол көп шынырды бағыр. Қырғыстырды ол манасыдылшы. Хайдық олар аға қайық салшалар. База шының шықтызына хайде олар аны кершелер бүнгі көздігді шоқты перербіз. Қырғыз жерінде манас ең ұлық база арлыстық алып тығынымық саналшы. Анды 500 мың азыры шол. Аны істезіргі Қырғыз қазынызының министрлер кабинетінің қойнанды өнетін академия төстіл барған. Аны ұстық жызы филологияның оқуларына кандидаты, Қырғыз қазынызының саблық культуры шаячызы Талантылы Алимбекович Бакшиев болшы. Ол манас шылырының көйлі болып, өдек 10 саблық манас санына кірші. Хака Сезар Талантылы Алимбекович уда аймақ басқа наука конференцияларына келіп барадар. Хакас шонының шон артизінің Күчен Айшарықсайының шақсы таныс. Олар бір тоқс апаршыларынызы. Для нас эпос Манас, которому более 1000 лет, оно является таким очень ценным наследием наших предков. И время от времени в критических ситуациях для нашей страны, для нашего народа мы обращаемся к эпосу Манас. Это тот справочник, это тот источник, с помощью которого мы идем вперед и живем. То есть это источник для подпитки, это наш аккумулятор. Это то, что еще имеет такую духовно-энергетическую часть. То есть, имея в сердце, имея в сознании, в понимании Манас, мы чувствуем себя кыргызом. Мы понимаем себя как кыргыз. И это делает нас более таким народом, как, скажем, в первую очередь уважающий свое прошлое. А без прошлого ведь не будет и будущего. Академияда оспискізі істен парша. Мында аймақ басқа пөліктерді манас алып тығынымықтың тілін, оңдайын, істшетқан кейбірлерін істетшелер. Күнігі күнді манас шибірге азыры тілге тілбестіл барған. Алынча қайық аны шонның шұртызына кереріне салшы. Ол тектіңнен емес. Алып тығынымықтырды олық полистер қайралышы. Любой эпос это является энциклопедией для народа. Это тот источник, от которого мы берем ту, скажем, то непонятное, которое является, то есть то непонятное для современности. То есть, как сказать, я считаю, что любой эпос еще является и всегда современным, если правильно подойти к этому, и своевременным. Да, оно было создано когда-то, и там повествуется о прошлом, о древнем прошлом, о средневековом прошлом. Вот, и там заключена мудрость, философия, самосознание, идентичность народа. И в настоящее время, если в прошлом изучением эпоса занимались лишь филологи, то есть фольклористы, лингвисты, литературоведы, то сейчас стали заниматься и философы, культурологи, социологи, даже стали заниматься представители точных наук. Вот, к этому политология, например, антропология, этнография, история. Сағым Қырғыз қазыназында қозы үгіредігді манас өткен керілші. Үгіренжелер саблық манасшыларына танызып, алып тығынымықтың үсіктерін көрбен жоқтапшалар. Бишкектегі 67 сандық школа гимназияда 4 кластың үгіренжелері аға шақсы көздің болшы. Ол қыз жақтыр, манасшыларының оңдайын алып, үйдек шоқтерға күстеншелер. Чуйская областы ерткеншілді Манас, Семетей, Сертек үгіренжелер перегізін төстіп алғанар.
10-11 класстағы олғаныр Манас чөбене кіршелер. Ортан класстағалар Манастың балызының Семетей өмезінзер. Басталы класстағалар Пархызының Сертек өмезінзер. Пер шақсы үгірін шіткен алай пөзік шейдігілерге шіткен олғанырына алшалар. В нашу организацию могут вступить только лидеры, отличники нашей школы, которые смогут повести за собой детей, которые смогут поставить их на правильный путь. Наша организация занимается как волонтерством, помогает людям преклонного возраста. Также мы устраиваем много различных мероприятий. Я вступила в детскую юношескую организацию в прошлом году. Там мы маршируем, рассказываем гимны и давали клятву. Тебе нравится состояние? Да, мне нравится очень. Я горжусь, что я в рядах Сейтек. Все эти одаренные дети, они состоят в детской юношеской организации Манас Семетей Сейтек. И нас радуют экскурсиями. Этим летом мы съездили в Джогуру Кенеш. Я рад тому, что я там побывал, увидел, как это все происходит. И мне даже наша организация, все подарили книги Чингиза Айтматова. Үгіріншілер Манастың чозықтарына тұтынырға сөз бершелер. Идек оңдай болса, олғаныр Манастың үзігін ісчелер. Ол шынға бірге тұтынырға болысша. Ей, қабылам Манас батырды, қабарыға ту ақыры. Қара қырғыз қаны екен, қабарын ұқсақ мүн өзі қан. Танықтер керек. Манас алып тағылық Алтайды төрен. Ол прай түрк шыныр Алтай тағыларына сықантып көріске шағын. Хакаста ширін көп түрк шыныр, олардың бұрынғылары сықан ширтіп санапшалар. Иде Инесса Ису аймақ түрк шынырынан кепшоқтарында қалған. Ол еже ұсқыс ызық соғысан алша. Аның армынды шүртіп шытқан шон, олардың бұрынғылары алай ұлы қарындастары болша. Бұ керекті едек алыптығы намақтарының аймағы пазы пайы керешілепше. Коренной народ той или иной территории и древний народ, он имеет свой эпос. То есть тот народ, который имеет свои корни. Это очень важно. Мы знаем в жизни и на практике есть народы, которые вообще не имели эпосов. Есть народы, которые утеряли эти эпосы. То есть они где-то сохранились или зафиксировались в книжной форме или там в других видах и жанрах искусства и культуры. Но в той изначальной форме, традиционной форме сохранились сегодня только лишь те народы, которые действительно имеют свое настоящее прошлое, истинное прошлое. Это именно те народы, которые являются древними народами, которые состоялись как народ. И они создали эти эпосы. И поэтому и эпосы называются народными. Это те народы, которые имеют свои корни. То есть это однозначно. Народы-гибриды, которые состоялись или были сформированы в синтезе тех или иных племен и родов, это народы, которые не имеют таких вот прочных корней или не имели. Көпшінірінің алыптығын намақтары бар. Орыстарының ол былины, немецтерінің песень ани белунгах, түркшінірінің алыптығын намақтар. Бұ керек біз бұрынғы шыныр болшытқанан танықтапша. Амды піске аны қайрылып қалырғалы қалша. Мынды шақсы көздім қырғыстыр болша. Олар Манасты ұлғылып, аның құмыртқы тазын арлысы жерлерді тұрқсышалар. Аның адының аэропорт, базы басқада ұлық бірігістір адылып барғанар. Бұрынғы шынырының таныға алыптығын намық болшытсы, аны көдіріп төлдің төлге пиртұрырға керек. Ол жоқ манкурт, тарқыны пазы шері жоқ шынға айлан парарға үрінемес.